Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздің өміріңіздегі ең жылдам жасалатын, әрі өте дәмді, тіпті қонақтарға да ұсынуға болатын десерттер дайындаймын. Менімен бірге болыңыздар. Алдыңғы видеода лаваштан сэндвичтер дайындаған болатынмын. Видеоны көру үшін каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Лавашты бір жаннан ортасына жеткізбей кесемін. Ойша 3-ке бөліп, бір бөлігіне нутелла жағамын. Кесілген банандарды тізіп қойып шықтым, ал 3-ші бөлігіне майдаланған жаңғақтар. Және де кішкене шоколад қосуды жөн көрдім. Қаласаңыз, грек жаңғағын немесе фундук қоссаңыз болады, менде миндаль. Абайлап үсті-үстіне бүктеп, тостарға жіберемін. Егер тостер болмаса, құрғақ сковородкада екі жанынан қызартып аласыз. Бұл десертке жалқауларға арналған Ferrero деген ат қойып алдым. Дайын Ferreroны қант ұнтақтарымен әсемдеп ұсынсаңыз болады. Сырты қытырлақ, ішінде мол начинка, өте дәмді. Ал келесі десерт жалқауларға арналған баклава. Лавашты жаңағыдай дайындаймын, бір бөлігіне бал жағамын. Екінші бөлігіне сары май және де ұнтақталған грек жаңғағы. Оның орнына фисташки немесе фундук та пайдалануға болады. Абайлап үсті-үстіне бүктеп, тостарға жіберемін. Келесі десерт чизкейк болады. Ол үшін бір бөлігіне молынан творожный сыр жағамын. Черный смородинаның вареньесі және кесілген банандарды қойып процесті қайталаймын. Ингредиенттерді төменде описание бөлімінде нақтырақ көре аласыздар. Осымен десерт дайын, бетіне қант ұнтағын сеуіп ұсындым. Асыққанда әрі уақыт өте тығыз болғанда жылдам дайындалатын өте дәмді десерттердің 3 түрлі нұсқасын сіздерге ұсындым. Қай нұсқасы сізге көбірек ұнағандығын міндетті түрде комментарийда жазып қалдырыңыздар. Және де каналыма қолдау көрсету үшін видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.